Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біз сендермен жаңа бөлімді бастаймыз. Бұл бөлім табиғат физикасы, жарық, дыбыс, электрлік, магниттілік деп аталады. Бұл бөлімде біз жарық пен дыбыстың сырын ашамыз, заттардың неліктен электрленетінін білеміз, түсінеміз, электр тізбегін құруды үйренеміз. Енді бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы жарықтың шағылуы дегеніміз не деп аталады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты түрлі заттардың жарықты қалай шағылдыратынын білеміз, жарықтың шағылуын адам қалай пайдаланатынын түсінеміз. Енді жарықтың қалай шағылатынын білу үшін балапан арнасындағы тәжірибе алаңы деген бағдарламадағы жарықтың шағылуы деген бейне жазбаны мұқият көрулеріңді сұраймын. Аружан, бері қараш. Апа, шағылыстырмаңызшы. Қызық қой. Апа, қойыңдаршы. Жарайды, ренжімеш. Бізді көрермендер күтіп қалды ғой. Сәлем, достар. Сәлем. Бүгін біз сіздермен жарықтың қалай шағылысатынын зерттейміз. Балалар, білесіңдер ме? Жарық күннен жер бетіне дейін 8 минут 17 секундта жетеді екен. Және жарық бұл біздің көзіміз анықтап көре алатын алапат кинетикалық энергияның бір түрі болып табылады. Өте дұрыс айтасың, Аружан. Соған байланысты біз қазір тәжірибе жасаймыз. Ал кел, Аружан, енді берілген заттардың ішінен қайсынан бейнемізді көре аламыз? Әрине, айнадан. Кәне, көрейікші. Екеумізді әп-әдемі болып тұрмыз ғой бүгін. Және де кішкене мына табақтан да көруге болады. Табақтан? Иә. Табақтан сәл болыңғыр бейне көрінеді екен. Ал мына фольганы сақмазақтар айнасы сияқты қолдануға болады. Мәссаған, қараш, Аружанда жерде қызық болып тұрсын. Бұлай істесек, кішірейіп қаласын. Ал, мына жерде тағы не бар екен? Мына жылтырақ қағаз сәл болса да бізді... Аружан, мен сені негізінен арық қыз деп жүрсем, семіз екенсің ғой, қарашы жерде. Бұлай істесем, керісінше болып қалды. Яғни ол формасына байланысты екен, е? Иә. Ал алдымыздағы ақ қағазды тексеріп көрейік. Бұл бізді бейнемізді көрсетпейді. Өкінішке қарай. Мына қара қағазды көрейік. Мәссаған, Аружан, қап-қара болып кетіпсің ғой. Айттым саған жазда көп ойнама деп. Апай, өтірік айтпаңызшы, ештеңе жоқ қой. Иә, мына түрлі түсті қағаздарды сынап көрейікші. Олардан көрінбейміз. Иә, дұрыс айтасың. Ешқандай бейнені көріп тұрған жоқ. Апай, мен түсінгенім, беті тегіс әрі жылтыр заттардан өз бейнемізді көре аламыз. Дұрыс айтасың, Аружан. Айналық беттерден біз өз бейнемізді көре алады екенбіз. Айжан апай, менің түсінгенім, жылтыр әрі тегіс денелер біздің бейнемізді жақсы көрсетеді, және де жарықты да жақсы шағылыстырады. Дұрыс айтасың, Аружан. Соның ішінде айна жарықты ең жақсы шағылыстыратын зат. Одан басқа алюминийден жасалған фольга, және де мыс табақшасында айтып кетсек болады, иә? Сәлден болсын жарықты өткізген, шағылыстырған. Оған қоса жылтыр қағаз. Дұрыс айтасың. Яғни балалар, осыдан жасайтын қандай қорытынды бар екен? Яғни айналық беттер жарықты жақсы шағылыстырады, және де одан өз бейнемізді көре алады екенбіз. Иә, дұрыс па, Аружан? Дұрыс айтасыз. Достар, бүгінгі тәжірибе сендерге ұнады деп ойлаймыз. Келесі кездескенше сау болыңдар. Сонымен бүгінгі біздің сабағымызда ең басты мән беретін бұл беті өте тегіс затты айнаға теңеп айнадай деп жатады. Айнада біз өз бейнемізді көреміз. Беті тегіс емес заттардан бет бейнемізді көре алмайды екенбіз. Енді жаңа тәжірибеде жасалды, сол сияқты мысалы айнаны немен алмастыруға болады? Парақтың көмегімен қабырғаға сәуле түсіруге бола ма? Осы сұрақтарға ойланып жауап беріп көрейік. Және үйге тапсырма ретінде қандай заттарда жарықтың шағылу қасиеті пайдаланылады? Осы тапсырманы үйден орындаймыз. Және шағын бейне жазба ретінде өздерің үйде тұрмыста қолданылатын заттарды бейне жазбаға, видео деп айтамыз ғой, сол бейне жазбаға түсіру арқылы шағын ғана 2 минуттық бейне жазба түсіріп, топтағы WhatsApp группамызға жіберіп, және өзімізге осы тақырып бойынша кері байланыс аламыз. Және есімізде сақтаймыз, тегіс әрі ашық түсті беттерден жарық
жақсы шағылады екен.